Сол алаңда не үшін сен бастық болады екенсің? Сол үшін. Ол бәріне мәлім ғой. Сонымен, біз бұқа мен қойды мына алаңнан таптық. Аха. Бірақ олар кімнің бастық екенін шеше алмай жатыр. Ал бұрын бұл жерде Шөнжіктің әкесі бастық болатын. Иә. Ол өзінің мирасқорын таңдамапты. Иә. Бұл дауды шешпегенше олар тынышталмайды. Дұрыс айтасың. Тығырық, жап-жазық алаң және басқа ештеңе жоқ. Дәл солай. О, алаңымызға жаңа жануарлар келген бе? Жақсы. Танысқаныма қуаныштымын. Мен бұқамын. Бастық. Ей, бұл жерде бастық менмін. Сендерге қорғаушы болуды ұсынайық деп еді. Иә, ал сендер балалар, кімнің бастық екенін анықтауға көмектесесіңдер. Бес тәйтәйді көріңіздер. Сүйікті сериалыңызға жазылып, қоңырауды басыңыз. Жаңа бөлімдерді жіберіп алмау үшін.